Beker çıktım dep ойлойм беле. Beker çıktım dep әгім кейін ойнайм, ана дүниеге барған кезде де ойлайтын шығармын, бәлә. Қу басым ай, мына бас істемеген қиын екен ғой. Братан кеткеннен кейін қазір қаланы қарап отырған осы ғой. Осы? Кім аты кім? Мен білмеймін, кім аты? Аты Милый. Отырдым сүмірейіп бән жерде. Қанша аласың дейді, миллион деймін, бәлә. Ойбай дейді, біз миллионды біз жарты айда бір айда құртамыз ғой, братан дейді. Біз 10 миллион аламыз дейді. Сөйтіп айтып отыр. Алдым, Айттым. Ау, қырғыздың көрдім ақынын. Өді. Енді. Қырғыздың көрдім ақынын. Ай, дедім. Ай, біз қазақты көргенде пойыздан қалып кетесің. Алтыдан тұратағы кешкі 12-ге дейін құйрығы жер ескемейді ғой. Не десең елім үшін, жерім үшін тынбайды. Бейшара өсіп өңгір-ай. Айналайын. Қайдан жүрсің? Мына сыйқың не? Әкем мені үйден қуып жіберді. Не үшін? Қаңғы бас, арам тамақсың деп. Шешіндіріп тырдай жалаңаш үйден қуып шықты. Тағы да суға кетіп өлем деп қорқытпадың ба? Қорқыттым, шап беріп шашымнан ұстап алып, өзенге сүйреп әкеліп, ал өле қалағып, иттің баласы емес білесің. Әрен қашып отырдым. Енді не істейсің? Жұмыстың бәрін мен жасаймын. Қазақстанда 2 адам жұмыс істейді. Бірі Тоқаев, екіншісі мен. Өзім ішпеймін, вообще ішпеймін. Бұндай жігіттер арақ ішпейді, бірақ қан ішеді. Түрін қарасам, момақа мен сенбеймін, мен осындай еркекте болмайды. Шынымен де аға. Осы. Мінезі өте ауыр. Оқыған, тоқыған өте салмақты жігіт. Ішпейді. Ішсе қуады. Xotinim meni uydan haydab yubordi. Ha? Kim? Xotinim. Xotinulloh o'g'rim, men sаған qatn oldim. Ay, бұл адам болмайды. Бұл адам болмайды ау.